Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызында дүниеге келді. 1904 жылдың 6 шілдесінде дүниеден озды. Ұстаз, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын ислам дініне таяна отырып, орыс және Европа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай шығыс пен батыс мәдениетін жетік білген. Bir қатар әлем ойшыларының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттардан стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығымен, дүние танымдық тереңдігімен, саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды.